яғни бос жұмыс орнын қалай беруге болады, соны көрсететін боламыз. еңбек.kz сайтына өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз, яғни организацияның жеке кабинетіне кіресіз. Профессиональная область дегенде обязательно белгілейсіз, қай область бұл жерді толтыру міндетті болып табылады. Мысалы маркетинг, болмаса культура или спорт, болмаса наука, или болмаса сельское хозяйство, қай сала бойынша организацияңыз жұмыс істейді, соны енгізесіз. Мысалы образование и воспитание. Таңдаймыз, оның ішінен мамандықтың аты қандай. Мысалы детский психолог, воспитатель, академик, секретарь, именно қай мамандық керек сізге, соны таңдаймыз. Біреуін таңдадық. Уточните должности. Бұл жерге мамандықтың, лауазымның должностьтың қалай аталатын қолмен енгізесіз жазуменен. Мысалы воспитатель таңдадық па, енгіземіз. Сіздің организацияңыздың адресі, қай қалада орналасқан, барлығын таңдап шығарасыз. Өзіңіз районда таңдайсыз, Әуезовский район барлығын таңдап кетесіз. Астына район Алмалинский ол өзі түседі. Бұл ұлттық жобаларға арналған вакансия ма, жоқ па, соны таңдайсыз. Одан кейін наименование проекта, егер национальный проектке қатысты вакансия болса, онда проекттің атын таңдайсыз. Одан кейін адрес, адрес мекен-жайы, және сізге график қандай, полный рабочий ден ба, жоқ әлде жарты күнге ма, жоқ вахтовый методта жұмыс істейтін жұмыс орнына барлығын таңдайсыз. Біреуін таңдайсыз. Характер работы, дистанционный қашықтықтан жұмыс істеу керек па, постоянно тұрақты түрде ма, сезон ба, мезгілге арналған, жоқ уақытша жұмыс па, таңдайсыз. Түрін, жұмыстың түрін, условия труда нормальная. Стажировка, стажировкасына қандай талап қоясыз? Мысалы, опыт работы керек па, жоқ бір ай стажировкадан өту керек па, 3 күн өту керек па, например. Стажировкадан өтеді, бірақ ол стажировкадан өткен күндері төленетін болса, предполагается, оплачивается белгілейсіз. Жоқ стажировка керек емес болса, не предполагается таңдайсыз. Бұл жерге оплата труда деген жерге еңбек ақысын, яғни зарплатасын енгізесіз. Без опыта жұмысқа келсе қанша теңге алады? Ал егер стажбенен келсе, стажына сәйкес до қандай сумаға дейін болады, соны енгізесіз. Сізге қанша сотрудник керек бұл вакансия бойынша, количествосын осы жерге енгізесіз. Одан кейін из них молодежи, яғни Қазақстан бойынша 29 жасқа дейінгілер жастары болып саналады. Возрастына сәйкес жас адам, жас маман керек болса, оны қоясыз. Одан кейін кейбір организацияларда инвалидтерді, яғни жұмыспен қамту керек программалар бар. Егер инвалидностьпен алатын болсаңыз, оның санын көрсетесіз. Каждый колонканы толтырып шығасыз. Одан кейін мына жерде жазылып тұр, из них для молодежи до совершеннолетия без попечения родителей дейді. Оны социальный статуспен керек болса, оны да енгізесіз. Одан кейін требования к соискателю, яғни стаж работы по специальности, мамандығы бойынша қанша жыл еңбек өтілі стажы болу керек, оны қоясыз. Және профессиональные навыки. Например, детский психолог таңдайтын болсаңыз, қандай кәсіби дағдылары, біліктері болу керек, соны енгізесіз. Одан кейін требования к соискателю, бұл жерде стаж работы по специальности, енді мамандығы бойынша стаж қанша жылы болу керек, енгізесіз. Одан кейін кәсіби дағдылары, мына жерде профессиональные навыки деп тұр, маман ретінде қандай дағды, білік, білімі болу керек, соны көрсетесіз. Астында рекомендуемый, өзіңізге сізге рекомендация шығып тұрады, сол жерден таңдасаңыз да болады. Личные качества, ол адамға қойылатын талаптар, сапалары.
психологическая устойчивость, ответственность, безопасность деген сияқты. Одан кейін уровень образования міндетті түрде таңдайсыз. Ол міндетті. Егер сіз бір организацияға маман алатын болсаңыз, ол міндетті. Егер сіз маман таңдайтын болсаңыз, онда ол жоғары білімі болмаса, орта арнаулы болмаса, магистратура, докторантура бітірген деген сияқты послевузовский біреуін таңдайсыз, біліміне қойылатын. Одан кейін должностные обязанности, яғни лауазымдық нұсқаулығы, яғни қандай міндет, например, педагог таңдайтын болсаңыз, работа с детьми и работа с родителями деп, яғни ата-анамен жұмыс жасайтын керек, баламен жұмыс жасау характеристикасын енгізсеңіз болады. Егер водительский право жүргізуші куәлігі болса, категориясын барлығын көрсетіп жазасыз. Немесе сіздің организацияңыз бір немесе бірнеше тілде қызмет жасайтын болса, сіз ол тілді білуін енгізесіз, владение языка осы жерге жазасыз. И сіздің ең соңында сіздің вакансияңыз еңбек.kz порталында қанша уақыт тұрады таңдайсыз. 2 аптадан бастап 1 айға дейінгі срокта қоюыңызға болады. Және сіз барлығын толтырып болғаннан кейін сохранить етесіз және ЭЦП-мен подписать етсеңіз, сіздің вакансияңыз еңбек.kz-да шығып тұрады.